Ол жерде біздің ата-заңымыздың кітабы жазылған. Ол жерде біздің ұлтымыз туралы жазылған. Ол туралы жаздым. Мысалы, мен ақпарат алуға, білім алуға, дәрігерлік көмек алуға құқығым бар. Мен өзімнің суретімде отбасы суретін салдым. Өйткені біз отбасының мейірімін алуға, отбасының мүшесі болуға, отбасымен бірге тұруға құқылымыз. Мен осы салған суретімде менің құқығым туралы салдым. Бірінші суретте дәрігерден көмек алуға құқылымыз. Екінші суретте ойнауға, демалуға құқылымыз. Үшінші суретте білім алуға құқылымыз. Төртінші суретте қамқорлыққа. Менің құқығым отбасында өмір сүруіне, білім алуға, демалуға, денсаулық сақтауға құқылымын.